Құран барша мұсылманның қасиетті кітабы. Құран Алланың еш бұрмасыз айтылған мәңгі сөзі. Құран арабша әл-Құран, естіртіп жатқа оқу дегенді білдіреді. Елімізде ислам дінінің тарихы 9 ғасырдан бастау алады. Бұл тарих батырлық пен ерліктің, елдік пен өрліктің белгісі беттесі. Пайғамбар көрсеткен жолды нұсқаған уағыздаушылар ел арасында ислам дінін кеңірек насихаттады. Еліміз үшін екі орталық кезең үлкен сын болды. Тарпығаулы заманда Қожа Ахмет Яссауи, Шәкәрім және мәшһүр Жүсіп Көпеев секілді діни философ қайраткерлердің есімдерін атауға тыйым салынды. Қазақ фольклоры мен қазақ әдебиетін ислам дінінің ықпалынан тазартты. Мақсатымыз Алланың ақ жолын үлгі тұтқан мұсылман қауымына шамшырақ болып, жол нұсқаған әулие шайырлар жүрген соқпақ арқылы тарих тылсымына терең үңілу. Осы жерде көне Икан ауылына ат басын бұрдық. Бұл тарихы тым әрден бастау алған мекен. Оныншы ғасырдан бастап ислам елдері өркениетті жолды ұстап, халқы ауқатты, мәдениеті қуатты, қарқынды дамушы мемлекеттердің қатарына енді. Араб халифаты және өзге де мұсылман мемлекеттері сонау Испан жерінен бастап Қытайға дейінгі аймақты қамтыды. Бұл кезең қылыштың жүзінен гөрі қаламның ұшы ұшқырлау санала бастаған дәуір. Табиғаты қытымыр келетін қазақ даласында көне дәуірде тас қамалдар мен көркем қалалардың көптен бой көтеруі әлі күнге дейін жұртшылықты таңғалдырады. Бүгінгі күнде құм төбешіктерге айналып, сырын сыртқа шашпай, тылсым жатқан қорғандардың айналасындағы көне дәуірден қалған із бұл жерде тіршілік тынысының кемел болғанын айтса керек. Суалып қорғап қалған арықтар бір кезеңде суармалы шаруашылықтың дамығанын көрсетеді. Шыршықты ағаш пайдаланғанда осы өлкенің адамдары. Жол бойындағы тау-тау құм болып үйілген қорғандар, сағанасын жел мүжіген мазарлар, кенезес құрғап қалған өзен көлдердің орындары жиі көзге шалынады. Көне Сайрам, Сауран, Отырар сынды қалалардың уақыты озған. Олардан бөлек осы оңтүстік өңірдегі ондаған шаһарлар да тек жазба тарихта қалды. Орта ғасыр саяхатшыларының жазбасында мыңдаған қалалар орналасқан жер деп танылған Орта Азияның бір бөлігін осы аймақ құрайды. Тек Тәуке ханның тұсында ғана Қазақ хандығының құрамында 30-дан астам қала болған. Он бірінші ғасырда мұсылман әлемінде ержүрек түркі тайпаларының ықпалы үстемдік ала бастады. Түркі жұртының дамыған мәдениеті туралы Махмуд Қашқаридың Дивани Лұғат ат-Түрк атты трактатында кеңірек сипаттаған. Сол еңбекте Махмуд Қашқари ислам ұғымында пайда болған жаңа этникалық мәдениетті, жаңа саяси күшті ерекше күш салып айтады. Түрік тілінің байлығы, ұстамдылығы, көркемдігі жағынан араб тілінен еш кем еместігін дәлелдейді. Уақыт өте түрік және араб мәдениеттері бірін-бірі толықтырып байыта түсті. Біздің бүгінгі әңгімеміз қазақ жерінен шыққан үлкен ғұлама ғалым, үлкен халқымыздың зиялы өкілі Қауымаддин Әл-Итқани, Әл-Фараби, Әт-Түркістани туралы болмақ. Түркістан қаласына
кіреберісте 20 шақырым жерде күні бүгіндері Түркістан қаласына бара жатсаңыз жолдан Ихан деген кенттен, селодан өтесіз. Сол селоның, ол село екіге бөлінеді, ескі Ихан және жаңа Ихан. Осы ескі Ихан мен жаңа Иханның дәл ортасында үлкен қираған қаланың орны жатыр. Бұл туралы энциклопедияларында оқуға болады. Орта ғасырда болған қала. Міне осы қаладан көптеген зиялы қауым шыққан, ғалымдар шыққан, ислам қайраткерлер шыққан. Солардың бірі жоғарыда айтып кеткен ғалым бабамыз. Бабамыз туралы мен Иханның халқына, біздің ұлттық ғылым академиясының президенті Мұрат Жөренбек екеуміз Иханға барып, Иханды осы бабамыз туралы үлкен мен лекция оқыдым. Сол халық қатты риза болып, осында біздің жерімізден осында ғалым шыққан екен. Біз білмейді екенбіз. Ендеше ғалым бабамыздың атынан бір мешіт салайық деп Иханнан Ихан селосына мешіт салды. Сөйтіп, осы 8-ші жылы, қателеспесем, 27 желтоқсанда мен Иханға барып, бүкіл халықтың жинап, осы ең алғаш мешітті намаз оқып, бабамыздың атынан сол мешіт аштық. Ана біздің елді мекен Ихан бұрындан тарихтан келе жатқан елді мекен. Осы мана шол көпут дейді, соның бойына жайласқан. Осы жерден дайым карвандар өткен баяғыдан. Түрлі ғалымдар шыққан, ғұламалар шыққан. Солардың осы мешіттің аты қойылған мана Хазрат Муфти Абсаттар Қажы Дербісәлі шайх кісіні шақырып осы мешітке ат қоюда, о кісі біздің осы ғұламаны анау ұзақ сол Сириядан тауып келіп, осындай біздің азаматымыз сояқта 30 жыл қазы болған, сояқта медресесі мешіттері болған, сондай кісі болғанына сояқтан тауып келіп бізге кеп баяндаған. Сосын осы жерде біздің азаматтарымыз, үш ағайынды азаматымыз бір мешіт салайық, қайырлы жұмыс істейік деген езгі ниетін білдіргеннен кейін осы жайды мешіт қылып салды. Оған сол Абсаттар Қажы Дербісәлі Қауметтен ат-Иқани деп намын берді. Осы жерлесіміздің намын беріп, сол ғұлама болып өткен, осыған лайық азамат деп сол кісі қойып кеткен. Бұл мешіт 2007 жылы май айында іргесі қаланып, 2008 жылы 27 желтоқсанда ашылу салтанатты ашылу рәсімі болды. Соған сол муфтиміз Хазрат Дербісәлі Абсаттар келіп қатысып, осында жамағатмен бірге болған. Енді Құдайға шүкір, мана дәулет басының арқасында дінге ешқандай кедергі жоқ, 4 мешітіміз бар. Бәріне жамағат жақсы. Жастарымыз қатысады, имандылыққа жол ашылғаннан кейін жұрттың бәрі сол имандылыққа беті бұрып отыр. Әбу Насыр Әл-Фараби бабамыз оңтүстік Қазақстан жеріндегі Отырар қаласында дүниеге келген. Жастай білім іздеп Мысырға аттанады. Ұлы Аристотельдің еңбектерін араб тіліне аударған Әбу Насыр екінші Аристотель атанған. Ұлы ғалымның математикада қолданған арифметикалық және геометриялық тәсілдері сәулет өнерінің жаңа формаларын іске асыруға, жалпы шығыстағы құрылыс өнерінің дамуына ерекше дем берді. Бабамыздың геометриялық фигуралардың қыр-сыры туралы және рухани амал тәсілдермен табиғи құпиялар туралы атты еңбегін өзінен кейінгі шығыс ғұламалары үлгі тұтқан. Ихан ауылында жүргенімізде қуанышты хабар бізге келіп жетті. Бүгін ауылда үлкен той болып жатыр екен, кішкентай баланың тұсауы кесіліп жатыр. Бұл қазақтың байырғыдан келе жатқан салты болғаннан кейін біз тобымызбен құттықтап кетуді жөн көрдік. Сондықтан да жүріңіздер, ішке кірейік, құттықтап шығайық. Ассалаумағалейкум. Тойларыңыз құтты болсын. Тойларыңыз құтты болсын. Тойларыңыз құтты болсын. Ал. Тай балам, қаз балам, сауыңды кесейін, әңгімеңді шешейін. Шапқанда атың озып шықсын бәйгеден қатарың алды бол. Ал біз енді мына тұсауыңды кесіп жібереміз.
Ha bismillahirrahmanirrahim. Ay berekeldi. Berekeldi. Al. Al Allah'ım şaşırttırdınızdır. Toycuk üstü olsun. Al. Toycuk üstü olsun. Duruz. Berekel ballarınız galım болады eкен. Ата-анаға мейірімді болсын. Қазақстан халқымызға қызмет қылadigan katta жігіт болып жетіше берсін. Amin. Арабша фараб қазақ өзге түрік халықтар үшін отырар ретінде танылған атақты қаладан шыққан Әбу Насыр бабамыздан басқа білімдар, ғалым тұлғалардың есімдері көп айтыла бермейді. Бұл ғалымдар жайында білетіндер сирек. Әйтсе де қазақ ғалымдары бүгінгі таңда өткен тарихқа кеңірек тоқталып, ғалым бабаларымыздың есімдері мен еңбектерін қайта жаңғыртуда тың ізденістерге баруда. Байлақ Қыпшахи, Жармұхамед Наймани, Хайдар Дулати, Хасан Әл-Жалайри, Махмуд Ат-Тарази, Хафизадин Кередері, Дәуіт Түркістани және басқа да бүгінгі қазақ халқының құрамына кіретін түрік тайпаларынан шыққан ғалымдар ғылыми еңбектерін араб, парсы, шағатай тілдерінде жазған. Ол кезеңде бірнеше тілді меңгеру зиялы қауым арасында қалыпты жағдай саналған. Сайрам, Отырар, Иқан, Сұлхан, Үзген, Сығанақ, Жент секілді қазақ тайпалары қоныс тепкен қалалардан мұсылман әлеміне кеңінен аты мәлім ғалым, ғұлама фәлсафашылар көп шыққан. Бұл қалаларда өнер де, білім де жоғары бағаланған. Қала тұрғындарының күнкөрісі сауда-саттық, қол өнермен бірге шаһар сәулеті, ғылым мен білім қатар дамып отырған. Қала мәдениеті қалыптасқан, сәулеті мен дәулеті бекем салтанатты шаһарлардың бірі Отырар. Отырар әлемге Әбу Насыр Әл-Фарабиді туған және өзінің орасан бай кітапханасымен танылған. Кітап қоры Мысыр еліндегі атақты Александрия кітапханасымен тең дәрежеде болған. Отырар аңызға айналған қала. Мұнда сақталған көне түрік, араб, шағатай, қытай, парсы тіліндегі жазбалар аса бағалы құндылық. Отырар зиялы қауым өкілдері шоғырланған орта еді. Қалада ақын мен діндар қатар сөз жарыстырып, ғалым ғұламалардың ойлары озып жататын. Олардан тәлім алған шәкірт парсы барып, Мысыр асып, білім қуатын. Қауамаддин 1286 жылы Иқан қаласында дүниеге келді. Алғашқы сауатын медреседе ашқан. Одан кейін Отырар қаласында имам болды. 31 жасқа толған тұста қызметін тастап, терең білім алу мақсатында Мысыр еліне сапар шегеді. Ол өзіне әлі де таныс емес тылсым әлемге қадам басқалы отыр. Ғылым жолында белін бекем буып, алыстағы асқарларға ұмтылмақ. 31-ге толғаннан кейін ғылым білім іздеп, өнер іздеп, ол Дамаскқа кетеді. Бірақ түпкілікті өзінің отанында, түпкілікті білім алған. Әсіресе бұл өзінің ныспысының соңында Әл-Фараби, Ат-Түркістани және Әл-Ханафи деп жазады. Ханафид ғалым. Соған берілген ғалым еді. Сөйтіп, бұл кісі осы Рамазан айының ішінде Дамаскқа келген кезде әмірмен бірге, қаланың әмірмен бірге, бұл енді мамлюктердің кезі, сонда кешкі мағриб намазын оқиды. Сонда намаздан рукуктан тұрған кезде имам екі қолын бірдей көтереді. Сосын намаз біткеннен кейін біздің бабамыз имамға дүрсе қоя береді ғой. Сен мен намазымды бұздың ғой. Қалай бұздым? Сен екі қолыңды көтердің. Сен екі қолын көтергеннен кейін, намазың бұзылғаннан кейін, мен қайтадан намазымды қайта оқыдым. Деген ғой. Бұл не деген сөз? Бұл өзінің мазхабына берілген адам. Мінекей. Содан дау-дамай туып, ақырында бұл кісінің өзі жаңадан жатты, басқа елге келген адам, жаңадан келген адам, бұл кісінің теріске шығар, бәрі жабылып, сосын бұл кісі Бағдатқа кеткен ғой. Бұнда үйленбеген кез,
Бағдатқа барғаннан кейін Абу Ханифа атамыздың мавзолейінің қасында медреседе қызмет істеген, ұстаз болған. Кейін Бағдат қаласының 25 жыл қазысы болған екен. Үйленген. Хадиша деген апамызға үйленіп, ұлды қызды болған. Міне содан кейін күндерден күнде бұған Каир қаласынан хабар жетеді. Каирдің сол кездегі әкімі Әмір Сұрғатмиш. Сырғабек па? Сұрғатмиш деген кісілер, арабтар енді кейде түркі аттарын бұрмалап жазуы мүмкін. Сол кісі шақырып, ол кісінің атағын біледі, үлкен ғалым екенін біледі, отырдан екенін, иханнан екенін біледі. Мен сізге арнап, мына Каир қаласында медресе аштым. Медресе салып бітірдім. Соны Абу Ханифа масқа бойынша шәкірттер дайындаңыз дейді. Сөйтіп бұл кісі келіп, сол медреседе қызмет істеген. Сол медресе күні бүгінге дейін Каир қаласында тұр. 3 қабатты. Мен Каирге барған сайын кіріп, бабамызға дұға бағыштап кетіп жүрмін. Қазір мешіт ретінде бүкіл аудиториялар барлық қаз қалпында тұр. Бабамыз кеше ғана осы медреседен шығып кеткен секілді. Қараңызшы мінекей. Сонда Әмір қатты риза болып кісінің білімдарлығына. Онда бабамызға сіз атыңыздың жүгенін мен жетіктеп жүрейін, маған сол құрмет болсын деп рұқсат сұрайды ғой. Сөйтіп бабамыз мінген атты жетектеп баратқан кезде медресеге дейін. Бұл кісі, ей Әмір, сен менің атымның жетектегенім әз болма. Мені түріктің талай ғалымдары менің атымның тізгін жетектеген. Дейді, және біз отырардан қаладанбыз. Біз текті жерден шыққан адамдарымыз. Деп Әмірге арнап өлең арнаған екен. Одан ұзақ әңгіме айта берсе. Міне сөйтіп осы медреседе директор болған, ұстаз болған ғалым бабамыз 1357 жылы дүниеден өткен екен. 1357 жылы дүниеден өткен екен. Бұл кісі артына мол мұра қалдырған. Өте көп шығармалар қалдырған. Өкінішке орай бұның бірде-бір шығармасы осы күнге дейін біздің мемлекеттік тілімізге аударылған жоқ. Жұрт білмейді. Атын да білмейді, затын да білмейді. Маған бұл кісі туралы Каирға барған бір сапарымда тараздық ұстаз, Каир университетінің профессоры Абу Наср Мубашшир ат-Тарази деген кісі айтып беріп еді. Қарағым, мына Каир қаласында осындай жерлер бар, соны барып көріңіз, зерттеңіз, өзіңіз ғалым екенсіз, осылардың мұрасын іздеңіз деп еді. Міне осы ғалым бабамыздың мұрасы қазір Стамбулдың түрлі кітапханаларында, қолжазба қорларында жатыр. Бұның 2 томдығын Ат-Табиин деген кітабын Күвейттің ғалымдары шығарды. Мен Күвейтке барған сапарын тауып алып келдім. Итхани туралы оның замандастары да естеліктер жазып қалдырған. Өзінің Заил атты кітабында араб ғалымы Әл-Хусайни былай дейді. Ол көсемдердің бірі еді. Ибн Хаджира жазған хатында Кутба Полюс Итканға ол дін маманы, оқымысты, ғылымның бірнеше саласын жетік меңгерген, этикалық санасы жоғары әрі ойлау қабілеті асқан, түрлі тақырыптарда ой жарыстырғанды ұнатады деген мінездеме береді. Ибн Хатиб болса, ол ханафиттік бағыттағылардың көсемі еді, тіл меңгерудің шебері, араб тілінің білгірі, нағыз керемет адам еді. Қарсыластарына ешқашан дес бермейтін деп жазады. Мұсылман баласы үшін адамның басты қасиеті иман. Білімді, иманы бар адам рухани әлемі де бай, көркем келеді. Рухани кемел жан адамды нәсілге бөліп ала аламайды. Имам Әл-Итканидің Мысыр жеріндегі өмірі өнегелі әрі мағыналы өтті. Хижра жыл санауы бойынша 751 жылы ол перғауындар еліне 3-ші рет келеді. Әл-Итканиді құрметпен қарсы алған мұндағы қауым шариғатты терең меңгерген білімдар және талмас шешендігін бағалап, сол қаладағы ең жаңа медреседе сабақ жүргізуді ұсынады. Ол ғылымы озық, кемел білімдарлығымен қатар әл-ауқатты болған адам. Өмірдің соңына дейін осы құрметтен арылған емес. Ол хижра бойынша 758 жылдың 11-ші шәуәлінде, біздіңше 1357 жылдың 27-ші қыркүйегінде дүниеден озды. Әл-Иткани қасиетті жұма күні жерленді. Мысыр халқы соңғы сапарға қатты қимастықпен шығарып салды. Қажылыққа келген адам өз шамасына қарай киелі затқа қолын тигізіп,
тәубе етеді. Бұл жерде жатқан бабаларымыз көзі тірісінде елге тұтқа болып, жан аямай күрескен. Өткен өмір жолы өнегелі тұлғалар. Иманы берік, бәрі де мұсылман боласы.